Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сочникидің рецептісімен бөлісемін. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Өте оңай әрі тез дайын болады. Сүзбемен жасалған сочникидің дәмі өте ерекше. Шаймен керемет үйлеседі, осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымыздың үстінен шекерді салып, миксерлеп аламыз. Біркелкі болғанша миксерлеуіміз керек. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді жұмыртқаны саламыз. Оның үстінен қаймақты салып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Илектен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлығын бірден салуымыз керек. Үстінен разрыхитель, яғни қопсытқышты салып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксердің жай жылдамдығымен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Дәл осылай болған кезде әрі қарай қолдың көмегімен қамыр жасаймыз. Біздің қамырымыз дайын. Осы қамырды салафанға салып, кемінде 1 сағат бойына тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз, яғни начинкасын дайындаймыз. Сүзбені ыдысқа салып, оның үстінен жұмыртқаның сарысын саламыз. Шекерді саламыз. Қаймақ және де ұнды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Біркелкі болса болғаны. Тоңазытқыштағы қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Видеодағыдай жасаңыздар. Енді бір бөлігін осылай жайып, теңдей етіп 10 бөлікке бөліп аламын. Барлығы біркелкі болу үшін таразыға өлшеп аламын. Мен 60 грамм ретінде алдым. Сіздер 60-65 грамм жасасаңыздар да болады. Енді қалған екінші қамырды да осылай бөліп, теңдей бөліп аламыз. Дайын болған қамырларды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қалыңдығы орташа болады. Қатты жұқа немесе қатты қалың етіп жаюдың қажеті жоқ. Осылай видеодағыдай жайып шығамыз. Міне қамырымыз осындай болады. Енді үстінен 1 ас қасық сүзбемізді салып шығамыз. Осылай бетін жауып қоямыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Видеодағыдай жай ғана бетін жапсаңыздар болғаны. Жандарын жай ғана басып қоямыз. Ашылып кетпес үшін, бірақ өзі осылай ашық күйінде піседі. Жандарын ғана басып қоямыз. Мен де осы табанның астын майлап жатырмын. Егер де сіздерде пергамент болса, сол пергамент қағазын төсеп пісірсеңіздер де болады. Егер жоқ болса, осылай астын майласаңыздар да болады. Арасын алшақтау қойып, салып жатырмын. Пешті алдын ала 5 минут 10 минут алдын қосып қойыңыздар, ыстық болып тұрғаны дұрыс. Енді бетіне жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып жағып жатырмын. Сонда сочникилер өте жұмсақ әрі сап-сары болып піседі. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің сочникиіміз дайын. Біз күткендегідей өте керемет болып шықты. Бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Жасауы өте оңай әрі дәмді болып шыққан сочникидің рецептісін көрдіңіздер. Сіздерге жасауды ұсынамын, өте керемет болып шығады. Отбасымның әрбір мүшесіне ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, мені қолдап, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап қайтарамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.